Саламатсыздар ма, пайдаларына көрермендері? Бүгінгі видеомызда ангинаны асқындырмайтын амалдар, ангинаны үй жағдайында қалай емдейміз, осы жайында сіздермен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыз. Видеомыз басталмас бұрын подписация кнопкасын басып, лайк қойып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен күнделікті жаңа видеолар. Ендеше видеомызды бастаймыз. Ангинаны асқындырмайтын амал. Қыс мезгілінде көп адамдарда баспа, яғни ангина мазалай бастайды. Жұтындырмай ауыратын бұл дертті асқындырмай тұрып емдеудің орны бөлек. Олай болса, баспадан ертері құтылу үшін мына амалдарды жасап көріңіз. Тамақ безі ісінген кезде 150 грамм алоэ жапырағын ұсақтап турап, үстіне 100 грамм шекер салу керек. Шыны ыдысқа салып, 3 күн бойы аузын жауып қойыңыз. Одан кейін ересектер бір ас қасықтан, ал балалар шай қасықпен күніне 3 рет, бір апта бойы ішу керек. Екінші тәсіл. Тамақ безі ісініп, жұтқыншақ жұтындырмай жатса, картоп та көмектесе алады. Оны жақсылап жуып, қабығымен қоса пісіріңіз. Ыстығы сәл басылған соң, буымен ауызды аша дем алу керек. 3 күн бойы күніне 2 реттен осылай істеңіз, тамақтың ісінуі қайтады. Үшінші тәсіл. Мумия таблеткасы да баспа кезінде жәрдем болады. 0,3 грамм мумияны тілдің астына салып қойыңыз. Бір апта бойы күніне 3 реттен мумия ерігенше осылай етсеңіз, нәтижесі жаман болмайды. Жасап көріңіздер. Достар, сіздерге видеом ұнаған болса, подписация кнопкасын басып, видеоға лайк қойып кетіңіздер. Сіздермен күнделікті жаңа видеоларымды жіберіп алмаңыздар. Қызықты да пайдалы видеолармен ұсынатын боламын.